Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз Moodle платформасында сынақ емтиханды жұмыстарын қалай аламыз, соларды үйренетін боламыз. Ең алдымен сіз Moodleға кіргеннен кейін пәніңізді, тобыңызды таңдап, меню действий арқылы режим редактированияға көшесіз. Осы жерде общий бөлімінде добавить элемент или ресурс басырмасын басып, тест элементін таңдап қосасыз. Қосқаннан кейін бұл тесттің атауын қоясыз. Мысал үшін емтихан делік. Сәйкесінше тесттің басталу уақыты мен аяқталу уақытын жазасыз және қанша уақытта болады. Мысал үшін 60 минут, не болмаса 20 минут. Және де при истечении времени бөлімінде соңғы попытки должны быть отправлены до истечения времени, иначе они не учитываются. Яғни студент бұл тестті уақыт аяқталғанға дейін жіберіп үлгеру керек. Не бұл айтпеген жағдайда оның қорытындысы есептелмейді. Оценка бөлімінде количество попыток бір қоямыз. Өйткені бірлік қана мүмкіндігі болады. Настройка просмотрдан бір жауапты және де бірнеше пункттерді алып тастайтын боламыз. Оғаннан жауып келесі бөлімдерге көшіп, сол жердегі настройкаларды дұрыстап қоямыз. Бұл жерде өзгертетін жоқ. Отображать элемент. Достап, конечно, требуется оценка. Тура осылай жасап болғаннан кейін біз емтиханымызды сақтап курсқа кері ораламыз. Курсқа оралғаннан кейін емтихан элементін таңдап, ішіне кіріп, осы жерге тест сұрақтарын салатын боламыз. Ол үшін редактировать тест батырмасын басып, бұл жерден добавить новый вопрос деп множественный выбор добавить. Яғни менің қазіргі еңдейін деп отқан сауалым 5 варианттан тұрады. Название вопроса, яғни бұл жерге тек мен сұрақ деп қоямын. Бұл міндетті өріс. Бұл жерді толтырмайынша бізге қате шығара береді экранда. Сол үшін толтырып кетуіміз қажет. Және де сұрақтарды мен Word форматында сақтап қойғанмын. Содан алып осы жерге қойып отырамыз. Мысалы үшін сізде 200 сұрақ болуы мүмкін, 100 сұрақ болуы мүмкін. Солардың барлығын осы жерге енгізетін боламыз. Егер сіздің сұрағыңыз 2 жауапты, не болмаса одан да көп жауапты болатын болса, онда сіз на пунктта один или несколько ответов пунктіндегі допускается несколько ответов пунктін таңдайтын боласыз. Ал менде тек бір жауапты болғаннан кейін только один ответ деп сақтап қоямын. Өзі автоматты түрде негізінде осы только один ответ деп тұрады. Нумеровать вариант ответов. Бұл жерде жаңағы А, С, сол сияқты 1, 2, 3 вариант номерлері
студент тапсырып жатқан кездегі шығатын пунктілер. Біз сұрақ атауын ендірдік, сұрақтың текстін ендірдік. По умолчанию бұл жерде өзгертудің қажеті жоқ. Барлығын сақтап қойғаннан кейін барып, және бір тест құрамыз. Сол тесттің ішінде біз сортировка, яғни рандом арқылы бұл программа өзігінен студентке осы мен ендірген тест сұрақтарының ішінен 50 өзіміздің, мысал үшін, мен 50 сұрақ деп берсем, өзі автоматты түрде сол мен қойған тесттердің ішінен 50 сұрақты өзі сол студентке шығарып беріп отыратын болады. Оны алдағы уақытта көрсетеміз, ал әзірше осы тест сұрақтарын ендіруді бастаймыз. Және тағы да айта кетейін, Word форматында тесттеріңізді сақтап қойғандарыңыз өтіңізге өте ыңғайлы болады. Көшіріп алып қойып отыра бересіз. Сол үшін қазір бірінші сұрағымның варианттарын ендіріп отырмын. Осылайша варианттарды ендіріп болғаннан кейін несколько попыток бөліміндегі штраф за каждую неправильную попытку бөліміндегі штрафты алып тастаймыз. Және де бұл жерде біз дұрыс жауапты белгілеп кетуіміз қажет. Ол үшін әрбір варианттың ішінде оценка тұрады. Осы жердегі оценка бөлімінде пусто болып тұрады. Біз сол жерде дұрыс жауапқа 100% белгісін қойып таңдаймыз. Жаңағы айтқандай несколько попытктағы штрафты 0%-ке теңестіріп, тестіміздің сұрағын сақтаймыз. Менің алғашқы енгізген сұрағым шықты. Және келесі сұрақты ендіремін. Новый вопрос арқылы множественный выбор. Дәл солай жаңағыдай сұрақ атауы дейді. Жерге тек сұрақ деп жазып, тесттің текстін көшіріп алып, онда қоямын. По умолчанию сол күйінде қалады. Только один ответ. Енді варианттарды қоюды бастаймыз. Емтихан сұрақтарының барлығын ендіріп болғаннан кейін мендегі жағдайда қазіргі уақытта 95 сұрақ болды. Сұрақтың барлығын ендіріп болғаннан кейін біз студентке емтихан болатын күні, мысалы үшін менің жағдайымда 50 сұрақ келуі қажет әрбір студентке. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін тура сол пәннің бетінде жаңадан тест таңдап, емтихан атауымен беріп, даталарын қойып,
мен ұттым ғой. Және де попытка, яғни бұл уақыт біткенге дейін тапсырма жіберілуі қажет шартына галочка таңдаймыз. Свойства вопроса. Так, мындан керексіз дүниелерді алып тастаймыз. Внешний вид. Множественный свет. Сақтап шығарамыз. Енді осы емтиханға кіріп редактировать тест батырмасын басып мына жерге 100 балдығын қойып добавить случайный вопрос бөлімін таңдаймыз. Сол жерде осындай бөлімдер шығады. Енді біз осы жерде количество случайных вопросов деген жерден, мысалы үшін маған студенттердің 50 сұрақ тапсырғаны керек. Сол үшін мен 50 деймін. Дағына добавить случайный вопрос. Яғни бұл жерде бұл тест жаңағы емтихан сұрақтарының ішінен 50 сұрақты іріктеп осы емтиханға жүктейді. Яғни добавить случайный вопрос батырмасын басқаннан кейін мен қазір бастым. Енді 50 сұрақ өңделіп түсті. Осы жерден мен сұрақты қараймын. Үшін сұрақтар мына. Сұрақ шықты. Редактировать вопрос деп мен бір тексеріп аламын. Тура менің сұрақтарым осы жерде сақталған. Тесттерден кері шығып мұнда 100 әрбір сұрақты 2 балдық жүйеге теңестіріп аламын. Кірмасып, интерді басқандағына бұл жерде өзгерту жүргізіледі. Өйткені мен 100 балдық система бойынша студенттерді бағалаймын. Тура осылай барлық 50 сұраққа қажетті балдан шығамыз. Сіздерде мынандай сұрақ болуы мүмкін. Жаңағы әрбір сұраққа бал берген кезде неге бірден 2 беріп кете салмадық деген. Мен олай жасап көрдім. Алайда бұл сортировка, яғни рандом жасалған кезде автоматты түрде барлық сұрақтың ұпайы, яғни әрбір сұраққа берілетін ұпай бірге теңесіп кетеді екен. Сол себепті уақыттарын ұстамайын деп мен ол жерде өзгерткізбеген едім. Әрбір сұраққа 2 балдық
тура осылай барлығыңыз жасап мына жерде бір қалып кеткен, яғни глобал 100-де 100, яғни максималды мастика 100. Тура осылай барлығын сақтап қоямыз және общийға кіріп емтихан батырмасын таңдап бұл жерде былай тексеріп көрсеңіз болады. Редактировать настройка синхронизация бөлімінен галочканы алып тастай саласыз. Сақтайсыз. Сақтағаннан кейін емтиханға қайта кіріп начать тестирование. Біз мінекей сізде 50 сұрақтық тест дайын болды. Яғни бұл тесттік жүйе өзінің атаулы 95 сұрақтың ішінен 50 сұрақты сорттап, сортировка жасап, осында салды. Дәл осылай сақтап, емтихан уақытымен қойсаңыздар, оған дейін студент ол нәрсені көре алмайды. Сау болыңыздар.